6 А сынып оқушысы Лиза Ермахан бала кезінен көрмейді. Дегенмен ол өзін қоғамда таныту үшін бар күш-жігерді салып келеді. 10 жасар Лиза фортепианода ойнап, облыстық және республикалық байқауларда жеңіске жеткен. Ол болашақта шетелге саяхаттап, этнограф болуды армандайды. Ән әлеммен қатар біліміме де кішкене кезімнен бері қанат қақтырып келе жатырған алтын ұяма алғысым шексіз. Мен негізі вокал үйірмесіне қатысамын. Маған қазақ әдебиеті пәні ұнайды. Маған өз ойымды жазған ұнайды. Менің өзімнің сыныптасым ең жақын досым Сезім. Ол өте ақ көңіл және бауырмал, кез келген нәрсеге көмектеседі. Мен болашақта Парижда оқығым келеді. Көптеген шетелдің музыканттарынан тәжірибе алғым келеді және этнограф болғым келеді. Құрметті менің ұстаздарым, мен сіздерге шын жүректен алғысымды айтамын. Әрқашан жұмыстарыңыз табысты болып, жемісті бола берсін. Мен сіздерді жақсы көремін. Әрқашан мектеп бітіргенде сіздерді үнемі аузымнан тастамай айтып жүремін. Сіздер маған көп мейірімділік жасадыңыздар. Мен сіздердің жақсылықтарыңызды ешқашан ұмытпаймын. Менің алғаш рет осы танысқан құрбым Лиза. Ол кішкене кезінен бері ән айтады. Мен оның дауысын үнемі сүйсіне естимін. Әрқашан оны биіктерден көрген кезде қатты қуанамын. Жұлдызайда ән айтқан кезінде оны ешқашан аузымнан тастамай айтып жүруге әбден дайынмын. Мен болашақта ақын болғым келеді және журналист, кітапханашы болғым келеді. 34 жастағы қала тұрғыны Арайлым Арызбаеваның екі көзі де көрмейтін қызы Диана 2021 жылдан бері осы мектеп интернатында білім алып келеді. Қызының болашағы үшін Арайлым Қармақшы ауданынан Қызылордаға көшіп келген. Анасы мектеп ұстаздарына алғысын білдіреді. Ұстаздан шәкірт озат деген нағыз осы мақал осы Дианаға арналған сияқты Гүлнар апайының жолын басып, осы арнайы Braille шрифті арқылы, яғни бедерлі нүкте арқылы білім алуда. Диана қазір сипап сезіну арқылы Braille шрифті арқылы білім алады. Әріпті де санды да сол Braille шрифті арқылы жазады, біліп үйренеді. Енді бұл жалғыз мектепке ғана баланы ысырып қою ол мүмкін емес. Бала бір жақтан дамымайды. Қоғамда ойып тұрып орны алу үшін үйдегі отбасындағы жағдай, ата-ананың қарым-қатынасы балаға деген біз 24/7 осындағы мектептегі басшылық болсын, ұстаздар болсын, тәрбиешілер болсын, барлығымыз бала үшін жұмыс жасаудамыз. Тек мұғалім осы мектеп баланы алып шығады деген болмайды. Онда бала өзі қоғамнан да табиғатқа да ол үйлесе алмайды. Себебі бала осы өмірге келгенде еш нәрсені көрген жоқ, әлде де сондықтан да балаға нөлден бастап үйрету ол енді оңай шаруа емес. Сондықтан да бұл мектептегі жұмыс істеп жатырған барша басшылыққа, мұғалімдерге алғысымыз шексіз. Балапандарымыздың қанаты талмасын. Осы жерден білім алып, әрбір самғап ұшқан бала бұл мұғалімдерге үлкен жетістік деп ойлаймын. Жалпы мектепте жұмыс беретін мұғалімдер, оқушылар болса оларға жеңілірек, ал арнайы ерекше балаларға білім беріп, оларды үйрету, оларды осы қоғамға қалыптастыру, осы өмірге бейімдеу ол өте қиын. Бұл мектептің басты шаруасы сол баланы қоғамға қалыптастыру, үйрету. Сондықтан да қазақта керемет мақал бар ғой, тайға таңба басқандай, оқу ине мен құдық қазғандай деп. Бұл зағип балалар қолдарына ине секілді қаламмен жазады. Сол тіркес осы балаларға арналған сияқты. Сондықтан осындай қаламызда, осындай арнайы көзі көрмейтін балаларға мектеп-интернаттың барына мен қуанамын. Бұл жерде балалар ата-ананың қасына қарағанда балалар 24/7 осында мұғалімнің қасында, тәрбиешінің қасында. О кісілер бізбен әрқашан хабарласып тұрады. Біз баланың жағдайын кез келген уақытта баланың сабағын біле аламыз. Оқушылар мен ұстаздардың арасы өте тамаша. Мен өзім осында Диананы қатынап алып келемін, қатынап алып қайтамын. Ол ең бірінші ата-ана мұғалімнің қас-қабағына қарайды. Бізді қабылдауы, бізбен жылы шырайда сөйлесуі. Мен көпшіліктің атынан жауап бермек қояйын, өзім атынан жауап берейін. Біз 2021 жылдан 2024 жылдар оқу
жылы аралығында Диана осы мектепте білім алып жатыр. Енді Аллахқа шүкір, ең басты бізге денсаулығы, одан кейін екінші орында тәртіп, одан кейінгі сабақ. Енді Диана осы мектептің үздік оқушыларының қатарында деп айта аламын. Сондықтан осы мектептің басшылығына, ұстаздарына үлкен рахмет. Диананың атынан, Диананың отбасының атынан. Кеш барысында қатысушылар қоғамдағы көру қабілеті бұзылған балалар мен жастарды қолдау, олардың білім алуына, қоғамға бейімделуіне, жұмыспен қамтылуына және әлеуметтік қызметтеріне қатысты өз ойларын, ұсыныстарын ортаға салды. Сондай-ақ көру қабілеті бұзылған балалар үшін арнайы жобалар мен мүмкіндіктер талқыланды. Шарада бірлескен жұмыс арқылы қоғамның барлық мүшесіне, соның ішінде көру қабілеті бұзылған адамдарға толыққанды өмір сүруге мүмкіндік беретіні айтылды. Осында ерекше балаларға жұмыс жасап жатқаннан кейін бүгінгі басты жиын мақсаты осы қоғамдық ұйымдар мен мемлекеттік мекеме бірге осы аталған шара бойынша дөңгелек үстел өткізу, тәжірибе алмасу болып табылады. Сондықтан да бұл білім беру ұйымдарында балаларымыз жатақханамен және 5 мезгіл тамақпен қамтамасыз етілген, және де арнайы түзету сабақтар жүргізіліп жатыр. Кеше ғана біздің ұстаздарымыз облыстық республикалық байқаудан да өзінің біліктілік талаптарын қорғап, жоғары дәрежеде үлкен байқаудың жетістіктері жеңімпаз болып талып келеді. Бізде қазір 40 мұғалім, оның ішінде 20 тәрбиешіміз бар, 20 арнайы педагогтарымыз. Демеушілеріміз тұрақты, демеушілеріміз бар. Енді оның барлығын қазір айта берсек, бір азаматтардың аты аталмауы мүмкін, бірақ шынымен де былай әр уақытта осы балаларға келіп ерекше қолдау көрсеткен білім беру ұйымдар, демеушілеріміз де қолдап жүрген елдің азаматты ағалары бар. Демеушілерімізге, қолдап жатқан әріптестерімізге, баршамызға алғыс білдіреміз. Басты балалардың амандығы, олардың білімі, денсаулығы басты назарда. Балалардың комбо өнерлері, қуыршақ театры, мәнерлеп оқу, синтезаторда ойнау, ән айту, оркестрде ойнау қатысушыларды тәнті етті. Шара соңында мекеме басшысы Жамбыл Ахметов ата-аналар мен мекеме қызметкерлеріне алғысын жеткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарының ерекше, өйткені кейбір ата-аналарымыз келген кезде бұл мекеме туралы естімеп беретін кісілер бар. Сондықтан соның ішінде біздің Қызылорда қоғамдық телеарнасы бұл ерекше. Оның басшысы Жетеуат Тұрсынғызы Сарабекқызына осы ұжым атынан, ата-ана атынан әр уақытта қолдауларыңызға, сүйемелдеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге көп рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызбен, таныс-тіршіліктеріңізбен баяғыдан таныспын. Жасап жатқан жұмыстарыңызда жаңадан жасалып жатқан идеяларға, жақсы жаңалықтарға өте қатты қуаныштымыз. Сіздердің кішкентай бүлдіршіндеріңізбен де біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Біз ұйымдастырған үлкен өнер байқауларынан сіздің балаларыңыз шыны керек бас жүлдені бірінші орында бермей келе жатыр. Сондықтан осындай ерекше бала тәрбиелеп жатқан сізге және сіздің ұжымға тек сәттілік тілейміз. Жасап жатқан еңбектеріңіз өздеріңізге еселеніп қайтсын. Мынау шәкірт тәрбиелеп жатқан ұстаздардың еңбектері ақталып, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, үлкен жоғары нәтиже, ол жоғары оқу орнына грантқа түсіп кеткені өте қатты қуантарлық жайт. Ол балаларда үлкен мықты маман иесі болсын, қай жақтан шықтың дегенде кезінде осы 5-ші мектептен шығып едік деп сіздерді және сіздерді марқайтатын дәрежеге жетсін деп тілек айтқым келеді. Және кеше айтып өттіңіз өзіңіз, жаңағы қараша айында өткен зағиптармен кеше 3-ші желтоқсан халықаралық мүгедектер күні өтті. Сондай мерекелердің барлығы құтты болсын. Енді мен ортаға Ардақ апай келіңізші шақырайын. Мектеп-интернатта 72 оқушы білім алады. Оларға жалпы білім берумен қатар арнайы түзету сабақтары да жүргізіледі. Бұл сабақтар оқушылардың жеке қабілеттерін дамытып, функционалдық мүмкіндіктерін арттыруға бағытталған. Сабақтарда дефектолог мамандары жүргізеді. Олардың ішінде халық көру қабілетін сақтау, мимика және пантомимика, кеңістікте бағдарлау, әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау сабақтары бар. Мекеменің басты мақсаты көз көру қабілеті бұзылса балаларға оқу тәрбие жұмыстарын жүргізу. Біздегі балалардың негізгі басым бөлігі көз көру қабілеті бұзылыс балалар және мүлде көрмейтін балаларға арналған. Бүгінгі таңда облыс бойынша осы балаларды түзету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді білім беру ұйымы өзіңіз көріп тұрғандай материал техника базасы Қазақстан қолдау қоры арқылы осындай әлеуметтік тұрмысқа бағыттау кабинеті, музыка кабинеті, түзету кабинеттері жабдықталған. Бұның балалардың ерекшеліктері мекеменің біздің балаларға арналған көз көру қабілеті бұзылыстар балаларға арналған Брайль қаріптер үлкен шрифттегі арнайы кітаптарын оқиды. Енді балаларымызға мықты осы түзету мамандармен
логопед, дефектолог, андай мамандар түзету жұмыстарын жүргізеді. Бүгінгі таңда біздің балаларымыз былтыр оқу жылында барлығы толықтай мемлекеттік грант есебінен колледжде білім жалғастыруда. Енді балаларымыз осы мекемеде ұжымның да ата-анамен бірлескен жұмыстың нәтижесінде балаларымыз республикалық, халықаралық дәрежеде өнер байқауы бойынша, спорт байқауы бойынша орын алып келуде. Мектепте вокал, домбыра, би, шоу-даун, голбол, робототехника, шебер қолдар, дойбы және басқа да үйірмелер жұмыс жасайды. Бұл үйірмелер балалардың физикалық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Сондай-ақ мектеп-интернат оқушылары түрлі халықаралық, республикалық және облыстық сайыстарда жоғары нәтижелерге қол жеткізіп келеді. Жұлдызай ұлттық инклюзивті ойындары бойынша, тоғызқұмалақ және голбол спорт түрлері бойынша республикалық кезеңде бас жүлдеге ие болса, 9-шы сынып оқушысы Балтабаева Кәусар Орда IT Fest жобасы бойынша білім грантын жеңіп алған. Ол жазды өт Нұрдәулет Ғалымжанұлы, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.